Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеоблогта мен сіздерге қоянның етін қалай бөлшектеймін және де оның етінен жасалған қуырдақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар және де менің YouTube арнама тіркеліп қойыңыздар. Мендегі қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Ал ендеше қоянды қалай бұзамыз, соны көрсететін боламын. Ең алдымен ішіндегі шек қарының барлығын тазалап аламыз. Одан кейін ең алдымен алдыңғы екі қолын бөлшектеп аламыз. Оны бөлген кезде осылай пышақпен ақырын-ақырын бөлсеңіздер, еттердің араларында осындай жұқа-жұқа пленкалар болады. Сол арқылы тез-тез ажырайтын болады. Міне, ең бірінші екі қолын кесіп алып тастаймыз. Бірінші қолын міне алып тастадым. Одан кейін екінші қолын дәл сол видеодағыдай етіп ақырындап кесіп аламыз. Кескен кезде өзінің араларында пленкалар болады. Сол арқылы тез-тез ажырап, кескен кезде ажырайтын болады. Міне, көріп тұрғандарыңыз осындай пленка болады. Екінші қолында алып тастадым. Келесі кезекте екі артқы аяғын кесіп алатын боламыз. Екі артқы аяғын кескенде де дәл осы видеодағыдай ақырын-ақырын буындарын барлығын пышақпен дәл алсаңыздар, тез-тез бөлініп алынып қалады. Екінші артқы аяғында дәл видеодағыдай етіп, осылай пышақпен әдемілеп буындарын ажыратып, осылай кесіп алып тастаймыз. Одан кейін қабырғаның үстіндегі, қабырғаның жанында жұқа еті болады, соны алатын боламыз. Артқы аяғын алып тастадық. Келесі кезекте осы қабырға астындағы жұқа етін кесіп алатын боламыз. Екі жағында осылай кесіп алып, ұсақтап турап шығамыз. Одан кейін омыртқа, мойын еттерін, қабырға еттерін барлығын буындарын осылай сындырып отырып, пышақпен кесіп аламыз. Немесе арнайы балтамен шауып алсаңыздар болады. Мен осылай пышақпен барлығын кесіп, сындырып шықтым, бөліп. Барлығын осылай кесіп, әрең дегенде барлығын бөлшектеп алдым. Осылай қоянның еттерін барлығын бөлшектеп сындырып шықтым. Достар, мен YouTube арнамда бұдан да басқа қызықты видеолар болатын болады. Арнама міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Келесі видеода қандай рецепттер керек болады, соларды маған комментарияға жазып кетсеңіздер, мен сол айтқан рецепттеріңізді барынша шығаруға тырысатын боламын. Сүйектерін барлығын әрең дегенде осылай бөлшектеп алдым. Барлығын осылай бір ыдысқа салып қойып алдым. Міне, көріп тұрғандарыңыздай барлығы дайын. Келесі кезекте пияздарымызды турап аламыз. Менде осындай үлкен-үлкен екі пияз дәл видеодағыдай етіп, жұқа етіп турап шықтым. Етіміз бен пиязды турап дайындап алдым. Мұнда қоянның ірі-ірі еттері бар, жаңағы сүйектері. Соларды тағы да бір-бір кесіп ұсақтайтын боламын. Мына қабырғасы, мынау төсі мен қабырғасы, және де қол аяқтарын барлығын бір-бір бөліп шығатын боламын.
Мен қоянның еттерін үйге қазанға қуырдым. Сіздер далаға қазанға қуырсаңыздар тіптен жақсы болатын болады. Үлкен сүйектер тағы да бір бөліп болдым. Енді қазанымызды отқа қойып, ішіне майымызды құйып, еттеріміздің барлығын қуыратын боламыз. Егер сізде далада қазан болатын болса, онда міндетті түрде даладағы қазанға қуырып көріңіздер, күшті болатын болады. Мен осылай кішкентай қазанға үйде қуырдым. Майын осылай көбіректеу құйып, астындағы отын жоғары қоямыз. Одан кейін қоянның еттерін барлығын ішіне қызып тұрған майға салып қуырамыз. Туралған еттің барлығын бірден осылай қызып тұрған май үстіне салып, асты қызарғанша араластырмай ұстап тұрамыз. Одан кейін барып астындағы еттер қатты қызарғаннан кейін тағы да араластырып қуырамыз. Астыңғы еттер қуырылғаннан кейін осылай барлығын жайлап, осылай араластырып шығамыз. Етімізді бір араластырып алғаннан кейін қақпағын жауып қойып қоямыз. Келесі кезекте қуырдаққа салатын картоптарымызды дайындаймыз. Оны жеке осылай бір ыдыста тұздап, үстіне бұрышымызды салып, және майды құйып, духовкада қызартып пісіріп алатын боламыз, жартылай. Тұз, бұрыш, майын барлығын салып, дәл видеодағыдай етіп, қолымызбен ысқылап, жақсылап араластырып, духовканың табағына пергамент қағазын орналастырып, ішіне салып, духовкада қызартып пісіріп аламыз. Келесі кезекте қазандағы етімізге тұзын, бұрышын барлығын осылай салып шығамыз. Одан кейін үстіне ұсақтап жұқа боп туралған пияздарымыздың барлығын салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Пиязымызды салдық, енді оны жақсылап тұрып араластырамыз. Пиязымызды салып жақсылап араластырып алғаннан кейін бетін жауып, қазанның бетін жауып, бұқтырып етімізді пісіреміз. Піскенше күтетін боламыз. Одан кейіннен барып картопымыз қызарып, піскеннен кейін тағы да үстіне салып, тағы да біраз пісіретін боламыз. Бұл қуырдақ өте дәмді шығады. Қоянның етінен қуырдақ өте дәмді болып шығатын болады. Қазір енді картошкамыз піскенге дейін бұл еттері барлығы жұмсарып пісетін болады. Картоптар духовкадан пісіп шықты міне. Енді осыны қазанымызға қоянның етінің үстіне салып, барлығын бір араластырып алатын боламыз.
Картоптарды осылай жеке пісіріп алсаңыз әдемі болып шығатын болады. Духовкада жеке пісіріп алсақ езілмейді, ешқандай да жаңағы формаларын ұстап әдемі болып шығатын болады. Одан кейін осылай духовкада бір пісіріп алғаннан кейін қуырдақтың осы қоянның етінің үстіне салып, қазанда тағы да бір рет араластырамыз. Одан кейін тағы да бетін жауып жарты сағаттай қазанның ішінде картоп пен етті бұқтырып пісіретін боламыз. Достар, дәл осылай жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Өте дәмді шығады. Барлығы да керемет болып шықты. Дәл осылай жасап көріңіздер, және де менің YouTube арнама міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Осы видеоны басқа да достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Егер сіз дәл осы рецептпен жасап көрген болсаңыз, міндетті түрде осы видеоның астына өз пікіріңізді қалдырып кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, лайк басып, пікірлеріңізді ұмытпай қалдырып кетіңіздер. Біздегі қуырдақ осындай болып шықты, өте дәмді шыққан. Достар, сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер, және де ұмытпай менің YouTube арнама тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше достар, сау болыңыздар.